Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге керекті дерек каналы. Бүгін ою туралы, оюдың құпиясы, сырлары туралы айтамын. Түркітанушы Мұрат Әжи оюлар түркі тектес халықтардың барлығына ортақ екенін айтқан. Қазақтың ою өрнектерінен крест пен төртбұрыш анық көрініс табады. Крест ұғымының қайқы қылыштан туындағанын еңбектерінде түсіндіріп өтті. Ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы Әлкей Марғұлан атамыз қазақ халқы кілең ою өрнек ортасында өмір сүреді дейді. Расымен де қарасаңыздар, бала кезден тұтынған бұйымдардан оюларды көріп өссек те, әрқайсысының өзінің мағынасы мен қолданылу ерекшеліктері бар екенін ешкім ойламаған еді. Бүгінде заманауи стильдегі киімдерден оюды байқағанымызбен кейде орынсыз қолданылған, тек эстетикаға мән берген оюларды кездестіреміз. Бұрын жазу, компас, сағат қолданылмаған кезде ою өрнек солардың рөлін атқарған. Сол ою өрнек арқылы халқымыз өзінің тыныс тіршілігін, мәдениетін, өнерін, мәдени құндылықтарын ұрпақтан ұрпаққа жеткізді. Елімізге белгілі этнограф Қасиманов қазақ ою өрнектері үш түрлі ұғымды білдіреді дейді. Біріншіден мал шаруашылығын, аңшылықты, екіншіден жер, су, көшіп-қону көріністерін, үшіншіден күнделікті өмірде кездесетін әртүрлі заттардың сыртқы бейнесі. Оюлардың бояуының да өзінің сыры болады. Ашық, анық емес түспен боялған болса, құпия жазу екенін аңғара аласыз. Ою композициясына сай көк аспан түсі, ақ шындық символы, сары даналықтың, адамгершіліктің белгісі болса, жасыл түс жастық пен көктемнің белгісі. Ою өрнектерді салған кезде түстердің бір-біріне сәйкес келуі қадағаланады. Оюлар әрқашан симметрия заңымен қатар бір немесе бірнеше элементтің қайталану ритмін сақтайды. Мысалы, қошқар мүйіз элементінен қошқар мүйіздің бірнеше рет қайталанғанын көреміз. Егер қошқар мүйіз 5-тен көп шексіз қайталанса, оны шитой жиекті ою өрнек деп атайды. Ою өрнек кесеге салынатын болса, ол үлкен де, кіші де болмай, асқан дәлдік пен жарасымдылық табуы керек. Кезінде археологиялық қазба жұмыстар кезінде табылған құмыралардың біразы геометриялық ою өрнекпен, дәлірек айтсақ, ирекпен өрнектелген. Ал неолит және қола дәуірінен белгілі ұлу өрнегі қоғам таптық құрылысқа бөліне бастаған кезде бедерленген. Кейіннен кигізге, текеметке, кілемге таңбалары түскен. Қолмен тоқылған кілем, шымшида немесе алашада табиғаттың төрт мезгілін көруге болады. Осылайша қоршаған орта көріністерін тұспалдап ұтымды жеткізген, табиғаттың тылсым құбылыстарын ою арқылы түсіндіре білген. Қазақтың төрт құлақ өрнегі 5-ші Пазырық қорғанынан табылған кілемде кездеседі. Ал лашын қанат өрнегі көбінесе түскиіздерде кездеседі. Сонымен қатар төсеніште қолданылатын оюлар бас киімдерде қолданылмайды. Себебі онда тек зооморфтық кескіндер, яғни жануарлар, қошқар мүйіз, қос мүйіз, сыңар мүйіз, қырым мүйіз, арқар мүйіз деген сияқты пайдаланылады. Осы оюларды үй жиһаздарында, ер-тұрман қару-жарақтарда пайдалануға болады. Тағы итқұйрық деп аталатын өрнек ешқашан бас киімге қолданылмаған. Мұның астарында дұшпанның кеудеңнен жоғары өрлемесін деген ырым жатыр. Ол өрнек дұшпанның төмен болсын деген ниетпен көбінесе ер адамдар шалбарының жырық балағына өрнектеген. Кейде үйге келген қонақ алаша мен басқұрт текемет оюларына қарап, сол отбасының қай рудан, қандай әулеттен шыққанын сұрамай біліп отырған. Қазіргі шеберлер төселе келе оюға өз бетімен жаңа түр енгізді. Әрбір елде, әрбір руда есімі мәшһүр оюшылар өз өнерінің озық үлгілерін таратып отырған. Оюды оқуға болама деген Сейсен Мұхтарұлының мақаласында Дулаттың Бүтінай, Жалайырдың Тарақ, Қоңыраттың Босаға, Қыпшақтың Қос әліп, Найман руының бір шақасы, Бағаналының үш айрық алау таңбасы ретінде суреттеледі. Тағы бір айта кетерлігі, бозбала қыздың қолындағы білезікте бедерленген өрнегіне қарап, оған құда түскен түспегенін түсінуге болған. Жас келіншек тұрмыс құрғаннан кейін ахуалын ою өрнекпен бейнелеп жіберген. Құсмұрын сәлемдемесі, құсмұрын бізде
Сақина болды, сол сәлемдеме жіберілсе, құстай ерікті екенін ұғынып уайымдамайтын болған. Ал бойы ұзын, талдырмаш, жан бедерленіп жанында дөп-дөңгелек адамның бейнесі жағдайының мүшкіл екенін сөзсіз ұғындырған. Үшбұрыштың ішінде бейнеленген қошқар мүйіз өрнегі жанға жылу, қуат беретін от ұғымын, молшылық пен байлықты білдірсе, ромб тектес өрнек ер мен әйелдің қарым-қатынасын білдіреді. Шеңбер ою жарық өмір жолын ұғындырса, аққу қанаты өрнегі бақыттың, сұлулықтың, адалдықтың, тазалықтың белгісі және оларды насихаттайды. Алыс жолға шыққан жолаушының киіміне түйе табан, түйе мойын, бота көз оюларын салған. Су, ерек, арық, тасқын, тоғыз төбе, арпагүл деген өрнектер тоқшылықты, молшылықтың нышаны ретінде қолданылып отырған. Адамның өмір жолының бұралаңнан тұратынын нышанмен жеткізген. Белгілі зергер Болат Атыраубаевтың айтуынша, зергерлік бұйымдарға көбінесе қошқар мүйіз, шаңырақ, кереге белгісін, өсімдік ою өрнектерін пайдалануға болады. Геометриялық өрнектерден үшбұрыш аспан, жер, адамды білдірсе, төртбұрыш, төрт құбылаң тең болсын дегенді білдіреді. Кей мамандар бойжеткен мен ер азаматтардың киімдеріне екі бөлек оюлар бедерленетінін айтады. Мысалы, қыз балалардың бешпентіне, көйлегіне гүл тәрізді, қанатты қарлығаш секілді өрнектер бейнеленген. Ал ер баланың киіміне найзаның ұшы, бүркіт, қошқар мүйіз секілді өрнектер батыр, алғыр болсын деген ырыммен салған. Бірақ бұл тұжырыммен келіспейтіндер бар. Олар ою кеңістік арқылы түрленеді.